яғни патшалық Россия қорқатындай, сескенетіндей кітап шығаратын болатын болса, Мәшһүрдің сол кезіндегі қазақ әдебиетіне қосқан үлесі зор деген сөз. Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Жас Медиа. Бүгін бізде қонақта Мен Жандос Қожахметұлы Смағұлов, Ибн Астаналық Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университетінің қазақ әдебиеті кафедрасының профессоры, филология ғылымдарының докторы. өте керемет, танысқанымызға қуаныштымыз. Бүгін мектебімізге келгендеріңізге көптен көп рахмет. Қазір мектебімізде түрлі зерттеулер болып жатыр. Қазір олармен жеке танысып жатасыздар. Енді өзіміздің тақырыбымызға орала кетейік. Сізге мен Мәшһүр Жүсіп туралы сұрақтар қойғым келеді. Мәшһүр Жүсіптің, мысалы, Мәшһүр Жүсіпті көбісі тек қана көріпкел ретінде таниды, жастардың көбісі. Ал ол кісінің шығармалары жайлы, ол кісінің ұрпағы жайлы ешкім көп ақпарат біле қоймайды. Сіз соларға деген көзқарасыңыз қалай? Соларды қалай, Мәшһүрді қалай тереңнен тануға болады екен, қалай үйретер едіңіз сол ұрпаққа? Дұрыс айтасың. Елдің көбісі ел аузында жүрген аңыздар, естеліктер бойынша Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің ақындық дарындылығына, талантына қараған уақытта оның кісінің көріпкел, әулие, болжағыш, емші дәрежесіндегі тұлғасына көбірек ден қояды. Ал ұлттық әдебиеттану ғылымын тұрғысынан алып қарайтын болатын болса, 1907 жылы, 1907 жылы үш кітабын шығарады. Сарыарқаның кімдікі, тірлікте көп жүргенімізден көргенімізден, одан кейін хал ахуал деген үш кітабын шығарады Қазаннан, Кәрімовтердің баспасынан. Абайдың өлеңдер жинағы 1909 жылы шыққан. Санкт-Петербургтан Абайдың жинағы 909 жылы шыққан. Ал Мәшһүрдің үш кітабы бірдей, жаңағы аталған 1907 жылы шықты. Яғни патшалық Россия қорқатындай, сескенетіндей кітап шығаратын болатын болса, Мәшһүрдің сол кезіндегі қазақ әдебиетіне қосқан үлесі зор деген сөз. Азаттыққа, тәуелсіздікке шақыру идеясы. Қазақты оян қазақ деген сөзді бірінші кім айтқан жоқ? Міржақып Дулатов айтқан жоқ. Бірінші 1907 жылы Сарыарқаның кімдігі атты, кімдікі деген кітабында оян қазақ дегенді Мәшһүр Жүсіп айтты. Ал оян қазақ Міржақыптың 1909 жылы шыққан. Ендеше бұл ұранды көтерген кім? Мәшһүр Жүсіп Көпеев. Ендеше Міржақыптың ұстазы ретінде бүкіл Дала уалаяты газетіне Баянауылдан хабар деп мақалалар жазып тұрған.